Ассаламу алейкум оқырмандарым. Бүгін бізде мәзірде ерекше тағам пигоди. Тағамымызды әзірлеуді қамыр илеуден бастаймыз. Ұнымызға ең алдымен суды құйып, одан кейін ашытқы мен тұзымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз даяр боларда сұйық май құйып, тағы да біраз илейміз. Қамырымызды 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз даяр болғанша пигодидің салмасын әзірлеуге кірісейік. Ол үшін бізге фарш, пияз, капуста, сұйық май және дәміне қарай тұз, бұрыш қажет. Пияз бен капустаны ұсақтап турап, фаршымызға саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын, пигодиді дайындауға кірісейік. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны екі бөлікке бөліп 5 мм қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырымызды диаметрі 10-12 см болатындай олдырып дөңгелектеп кесеміз. Салмамызды салып, пигодилерімізді жасап шығамыз. Астын майлап, манты пісіретін ыдысымызға 40-50 минут шамасында пісіреміз. Пигодиді ұсынуға кәріс салатын дайындаймыз. Салатымызға сәбіз, қара және қызыл бұрыш, тұз, сұйық май қажет. Сәбізімізді үккіштен өткізіп, тұз, бұрыш қосып, ысытылған сұйық май құйып араластырамыз. Дайын болған салатымызды холодильникке салып қоямыз. Пигодидің ортасына салатымызды салып, үстіне майонез бен кетчуп қосамыз. Өте дәмді, нәрлі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл ас мәзірі ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыздар.